Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен сүтті қыз тортын дайындап көреміз. Бұл менің алғашқы онлайн мастер-классым. Дәл осы рецепт арқылы тапсырысқа торт жасасаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, дәл осылай қалай оформлениясын жасау жолдарында барлық қыр-сырларын айтатын боламын. Видеоны қарамас бұрын дәл қазір менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Керемет көңіл-күймен тортымызды бастаймыз. Ыдысқа сгущенкамызды салып, бір шымшым тұз саламыз, үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап бір келкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін төменде описаниеда жазып қалдырамын. Оның үстіне қопсытқышты салдым және де електен өткізіп, барлығын бірден саламыз. Тағы да жақсылап бір келкі болғанға дейін миксерлейміз. Ерітілген сармайды үстінен құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Қамыр дайын болды. Енді пергамент қағаздарымызды дайындаймыз. Ол үшін осылай кесіп алдым пергаментті. Содан соң үстіне диаметрі 20 сантиметрлік форманы қойып, үстінен қаламмен сызып алдым. Сіздерде бұндай форма болмаса, кез келген дөңгелек ыдысты қойып, сызып шықсаңыздар болады. Қағаздың сызылған бетін артына жібереміз. Содан соң қамырымызды 3 қасықтан салып, тегіс етіп жайып шығамыз. Бұл бірінші әдісі. Қамырды жаюдың тағы бір әдісі бар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма кірсеңіздер, көптеген пирогтардың, тәтті тағамдардың да рецепттерін таба аласыздар. Бұл екінші әдісіміз, яғни кальцоның ішіне қамырымызды құйып, жайып шығамыз. Жай ғана ешқандай да сызудың қажеті жоқ. Міне осылай дайын болып шығады. 180 градуста қызып тұрған пеште 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осылай қызарып шыққаннан соң, қалған барлық қамырларымызды пісіріп аламыз. Көш ыстық кезінде осы қағаздан босатып, жандарын кальциямен кесіп шығамыз. Сол кезде тортымыз идеальный түзу болып шығады. Міндетті түрде ыстық кезінде кесіңіздер, сол кезде корждар сынбай жақсы кесіледі. Міне қыздар, барлық корждарымызды пісіріп алдық. Менде 9 корж шықты. Торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет салқын кілегей және де қант ұнтағы. Қант ұнтағыны үстіне салып, жақсылап 10 минуттай миксерлеп аламыз. Миксерді алдымен ең жай жылдамдықтан бастап, минут сайын көбейте отырып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болдық. Енді үстіне творожный сырды және де маскарпоне қостым мен. Сіздерде болмаса, бұл қосу міндетті емес негізі. Бірақ қосатын болсаңыздар, торт дәмді болып шығады. Тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Крем өз формасын жақсы ыстағанға дейін жақсылап миксерлейміз. Крем дайын болды. Тортымызды жинаймыз. Ең алдымен подложкаға аз мөлшерде кремді жағып аламыз. Содан соң үстіне коржды қоямыз. Сол кезде коржымыз жылжымай бір орында тұратын болады. Мен осындай кальциямен жинаймын. Сол кезде тортымыз түзу болып, қисаймай әдемі болып шығады. 2 ас қасықтан крем салып, жақсылап, барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Қалған корждарды да дәл осылай жинап шығамыз. Ең соңғы корждың бетіне де 1 ас қасық крем жағамыз. Содан соң пищевой пленкамен жақсылап орап аламыз. Арасында кремі корждарға жақсы сіңу үшін 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз, немесе бір түнге қалдырсақ та болады. Торттың сыртын қаптайтын крем дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған сармайдың үстіне қант ұнтағымызды салып, 2 минуттай миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, үстінен творожный сырымызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды.
Кремнің түсін сары светке бояғым келіп тұр. Сол себепті осындай сары тағамдық бояғыш қосамын. Бұл кондитерлік дүкендерде сатылады. Бір тамшысını қоссақ жеткілікті. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Крем дайын болды. Тоңазытқыштан тортты аламыз. Менде бір түн тұрды. Кремді кондитерлік қапшыққа салып алдым. 1 сантиметр етіп, осылай басын кесіп аламыз. Үлкен кесіп жібермеңіздер. Тортты формасынан босатып аламыз. Ең алдымен осы форманы босату үшін пышақпен кесіп шығыңыздар. Сол кезде корждары жабыспай оңай алынады. Торттың сыртын креммен қаптап шығамыз. Алдымен төменнен бастап, жоғарыға қарай айналдыра отырып, кремнің барлығын жағып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Құрметті оқырмандар, сіздерге тағы қандай торттардың мастер-классын немесе басқа да рецепттерді түсіргенімді қаласаңыздар, комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздерге сол видеоларды жасап көрсететін боламын. Кремнің қалғанын барлығын осылай қасықпен бетіне салып, шпательмен бірінші үстін, содан соң жандарын тегістеп шығамыз. Крем жетпей қалған жерлеріне кремді жағып, тағы да жақсылап тегістеп шығамыз. Бірінші рет жасағандарда сіздерде идеальный болып шықпау мүмкін, бірақ қолдан келгенше жасауға тырысыңыздар, тегістетіп. Тегістеп болған соң тоңазытқышқа қойып тұрамыз. Қазір бетіне жағатын ганашын дайындаймыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Шоколадты майдалап, үстінен сұйық майымызды құйып, су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Тортымызды тоңазытқыштан алып, үстінен ганашымызды құямыз. Бірден құймаңыздар, ерітіп болғаннан соң 1 минуттай суытып алыңыздар. Сол кезде крем еріп кетпейді. Содан соң осылай шпательмен жандарына қарай итере отырып тегістеп шығамыз. Сіздерде шпатель болмаса, қасықпен жасай берсеңіздер де болады. Оформлениясына мен апельсин мен кивиді қолдандым. Сіздер шоколадпен немесе басқа өзіңізге ұнаған жеміс жидектермен оформлениясын жасай беріңіздер. Міне достар, тортымыз дайын болды. Сіздер де қорықпай жасап көріңіздер. Менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, отбасыларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Видео пайдалы болса лайк басыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.